Бала тәрбиесіне бей-жай қарайтын ата-аналар сірә жоқ болар. Әр мәдениеттің, тіпті әр отбасының тәрбиеге қатысты өз түйгені бар. Дегенмен ғылым не дейді? Бала тәрбиесіне қатысты адамзатқа ортақ ғылыми тұжырымдар бар ма? Оқуға тиіс 10 кітап сериясымен шыққан қолымыздағы тәрбие жинағы осы сұрақтарға жауап береді. Бұл жинаққа тәрбие ісіне қатысты 10 бестселлер кітаптың мазмұндамасы еніп отыр. Сонымен әр кітапқа қысқаша тоқтала өтейін. Алғашқы кітап Масару Ибуканың Kindergarten is too late деген әйгілі еңбегі, яғни балабақшаға барғанда кеш болады деген шығарма, тікелей аудармасы. Бұл шығарманы біз қазақ ұғымға бейімдеп, тәрбие тал бесіктен деп атағанды жөн көрдік. Автордың жазуынша балаға өскен ортасымен 3 жасқа дейін берілген тәрбиенің әсері зор болады екен. Аталмыш шығарманың ата-аналарға айтар тағылымы өте мол. Бұл кітапты белгілі баспагер Раиса Сайран Қадер жетекшілік етіп отырған Step and the World баспасы қазақшаға аударып жатыр қазіргі таңда. Жуырда жарық көреді. Екінші кітап медицина саласының көрнекті ғалымы, педагог әрі психолог Дэниел Сигел мен тәжірибелі психотерапевт Тина Пейн Брайсон бірлесіп жазған ақылды бала кітабы. Баланы ақылды етіп тәрбиелеуге болады ма? Әрине болады. Ол үшін баланың ақыл ойын жан-жақты дамытудың оңтайлы 12 стратегиясын үйренсеңіз болғаны. Аталған стратегияларды мұқият түсіндіріп беретін бұл шығарма жас ата-аналарға орасан пайдасын тигізеді деп ойлаймыз. Бұл кітаптың толық нұсқасын мазмұндама аударып жатыр, қазір дайындап жатыр. Асхат Асан аударды, Назгүл Қожабекова редакциялады. Бұл жинаққа енген үшінші кітап Адель Фабер мен Элен Мезлиштің балаларды тыңдау үшін қалай сөйлеу, сөйлету үшін қалай тыңдау керек деген еңбегі. Балаға өз тіліңмен сөйлеме, өз тілімен сөйле деген керемет қазақта мәтел бар. Ал оны іс жүзінде қалай қолданамыз осы мәтелді? Міне осы кітап осы сұраққа жауап береді. Төртінші кітап педиатр дәрігер, бала тәрбиесі жөніндегі көптеген шығармалардың авторы Харви Карптың ең бақытты бөбек деген еңбегі. Доктор Карп өзінің бұл еңбегінде баланы 4 жасқа дейін сабырлы, инноватты әрі тіл алғыш етіп тәрбиелеудің жолдарын көрсетіп қана қоймай, көпшілік оқырмандар үшін ұтымды әрі ұғымды кеңестер береді. Бесінші кітап көрнекті психолог, баламен тілдесу техникасының пионері деп атасақ болады. Доктор Хайм Гиноттың ата-анамен баланың арасы деп аталатын шығармасы. Қазіргі кезде баласымен тіл табыса алмай қиналып жүрген ата-аналар өкінішке қарай аз емес. Бұл түптеп келгенде отбасылық қарым-қатынаста үлкен проблемаларға әкеліп соқтыруы мүмкін. Міне, осының алдын алу үшін не істеу керек? Бұл сұрақтың жауабын осы еңбектен табасыз. Жинаққа енген 6-шы кітап Пол Тафтың «Балам жетістікке жетсін десеңіз» деген еңбегі. Балаларды ерте бастан табысты етіп өсіру туралы сөз қозғайтын бұл кітап бестселлер шығармалардың қатарына еніп, әлемнің 27 тіліне аударылған. 7-ші кітап Рон Либердің «Салмақты бала» атты еңбегінде балаларды ақша ұстап үйретудің қыр-сырын сипаттайды. Баланы кішкентайынан бастап ұстамды, жомарт әрі ақшаға ұқыпты етіп өсіруіміз керек дейді автор. 8-ші кітапқа келсек, Джули Ликот Хаймстың «Баланы ересек өмірге қалай дайындау керек» деген шығармасы баланы асыра әлпештеп, орынсыз өбектеудің зиянды жақтарын ашып жазады. Әрбір ата-ананың арманы
өз балаларының жылдам аяқтанып кетуі болса және оны қалай істеуді білгіңіз келсе, осы кітапты оқыңыз. 9-шы кітап Лиза Дамурдың «Қызым үйде, қылығы түзде» шығармасының кішкентай ханшайымдарды тәрбиелеп отырған ата-аналар үшін берері өте мол. Автор қыз баланың бой жетуін 7 кезеңге бөліп қарастырады. 10-шы кітап, соңғы кітап, бұл жинаққа енген Шон Ковидің «Жасампаз жасөспірімдердің 7 дағдысы» деп аталады. Егер Стивен Ковидің «Жасампаз жандардың 7 дағдысын» оқысаңыз, бұл кітапты тез түсінесіз ғой деп ойлаймын. Бұл еңбекте оқырмандарға жасөспірімдер үшін аса маңызды 7 дағдыны, 7 ережені ұсынады. Тәрбие жинағының аудармашысы Мұрат Мұқашқа алғыс айтамыз. Оқуға тиіс 10 кітап сериясымен бұған дейін көшбасшылық, кемелдену, менеджмент кітаптар шыққан болатын. Қазір міне тәрбие жинағын қолымызға алып отырмыз. Бір айдан кейін бұйырса ерлі зайыптылардың бақытты өмір сүруіне арналған, соған себеп болар отбасы жинағы жарық көрмек.